бір симкалы iPhone-ды қалай екі симкалы телефон ретінде қолдануға болады. Екі нөмір бір iPhone-да жұмыс жасап тұр деген сөз. Яғни сәлем достар, менің есімім Райымбек, сіз Rich Қазақ YouTube каналындасыз. Өткен аптада Алматыдағы бір интернет-магазиннан iPhone 11 заказ берген болатынмын. 2 күн бұрын қолыма тиді. iPhone 11 жасыл түсті, 256 гигабайт. Память жеткілікті, видео, фотоға идеально түсіреді, заряд спокойно шыдайды. Вообще iPhone 11, мне кажется, идеальный телефон на данный момент. Бұл видео iPhone 11 туралы емес, обзор емес, бұл лайфхак деп айтсам болады. Бір симкалы iPhone-ды қалай екі симкалы телефон ретінде қолдануға болады. Менің ойымша бұл проблемамен тек қана мен емес кездескен үлкен компанияларда қызметкердің жеке нөмірінен бөлек корпоративный нөмір беріледі. Сәйкесінше сізде екі симкалы телефон болмаса, яғни iPhone болса, бұл үлкен проблема. Яғни iPhone-ыңызбен өзіңіз жеке нөміріңізбен қатар екінші телефонды екінші нөмірмен ұстап жүру керек болады. Менде оған дейін ондай проблема болған жоқ, өйткені мен Samsung S9 ұстаған болатынмын, екі симкалы, вообще проблема жоқ. Бірақ міне iPhone жаңағыдай идеальный iPhone, вау деп қолыма ұстадым. И сол кезде там стукнуло дейді ғой, блин, проблема. Менде екі сим-карта. Актив номер бұрыннан бері келе жатырған бүкіл таныстарымда, достарымда, класстастарым, ауылда, автоматустың барлығында сол номер. Бірақ Астанаға келдік, осы мысалы үйге интернет орнатқан болатын, Қазақтелекомнан 6L деген нөмірді берді. Соның ішінде почти бесплатный интернет тариф таусылып көрген жоқ ешқашан. Звонок бесплатный. Қазақтелекомдікі болғаннан кейін 6L хоть домашний телефонға звондап почти бесплатно. Мысалы, ол нөмірді мен қалдырғым келмейді. Ал екінші нөмір бүкіл тума-туыс таныстарымда бар. Шешім қабылдау керек iPhone-ға қандай сим-картаны саламын. Тиімді шешім табылды, ол eSIM, яғни электронная сим-карта деген функция екен. KSL компаниясы Қазақстан нарығына бірінші рет 2019 жылы енгізген екен. Бұл функцияны қолдану үшін не істеу керек? iPhone-ыңызды аласыз, қасына удостоверениеңізді аласыз, актив нөміріңіз сәйкесінше сізге тіркеліп тұру керек. Егер актив нөмірді электронный сим-карта ауыстырғыңыз келсе, центрға бардың, KSL центрға, менеджердің алдына отырасың, телефоныңды бересің, сим-картаны бересің, удостоверение бересің, 1000 теңге төлейсің. 1000 теңгені кассаға ешқайда емес, кәдімгі сол нөміріңізге баланс ретінде саласыз. Ол как типа тариф қосқан сияқты. Сол нөмірдің балансынан шешіп алынады 1000 теңге. 5 минуттық жұмыс, яғни екінші актив нөмірді де осы iPhone-ға электронный сим-карта ретінде орнатып берді. Екі нөмір бір iPhone-да жұмыс жасап тұр деген сөз. Яғни біреуі физически, мен жағдайымда 6L кәдімгі сим-карта салатын лотқа салынады. Екіншісі ешқандай физически ештеңе телефоныңызға салмайды, просто электронный нөміріңіз жұмыс жасап тұрады. Екі нөмір келеді, звонок келеді, екі нөмірмен де звонок жасауға болады, екі нөмірге де сообщение келеді, сәйкесінше WhatsApp, барлығын қосымша нөмір арқылы жасайтын приложение бар, без проблем жасай береді. Болды, менің ойымша бұл туралы білмеген адамдар, немесе білмейтін адамдар көп, сондықтан бұл видеомен міндетті түрде бөлісіңіздер, достарыңызға жіберіңіздер, iPhone ұстайтын достарыңызға, таныстарыңызға жіберсеңіздер болады. Бұл видеоның пайдасы тиеді деп ойлаймын. Шынымен керемет нәрсе, осы күнге дейін iPhone бір симкалы деп ойлағам, сөйтсек қазіргі жағдайда, қазіргі технологиямен бір симкалы телефонға да екі сим-карта орнатуға болады екен достар. Сонымен достар, бүгінгі видеомыз iPhone-ның обзоры емес, бұл iPhone-ға екі сим-карта қалай орнату керек, сол туралы кеңес болды. Жалпы iPhone-ды екі ақ күн қолдандым, қандай артықшылықтары, қандай кемшіліктері бар, қандай функциялары бар, әлі толыққанды біліп көрген жоқпын. Біраз уақыттан кейін, бір жұмадан кейін, немесе бір екі жұма қолданғаннан кейін өзімнің ощущенияларымды қаншалықты ыңғайлы, стоит осы ақшаға, не стоит деген сияқты толыққанды обзор түсіремін деп ойлаймын. Мысалға, ресейлік YouTube кеңістігінде мысалы Wylsacom бар ғой. Дәл сол сияқты қазақша неге жасамасқа. Бұл жерге дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Видео пайдалы болса лайк пен пікір қалдырыңыздар, каналға жазылып, келесі видеоны жіберу алмас үшін колокольчик басып қойыңыз. iPhone-ы бар достарыңыздың барлығына жіберіңіз, достарыңызбен бөлісіңіз. Рахмет, келесі кездескенше.